Сәлем достар, сіздермен Айнұр, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода оңай дайындалатын творожный пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ыдысымызға 3 жұмыртқаны жарып, қант салып, миксермен жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Осылай видеодағыдай көпіргеншекті араластырамыз. Одан кейін үстіне сүт құямыз, сұйық май құямыз. Одан кейін ұнымызға разрыхлитель қосып, жұмыртқалы массамызға салып, осылай лопатканың көмегімен араластыратын боламыз. Формамызға пергамент төсеп, қамырымызды құятын боламыз. Форманың диаметрі менде 24, сіздер үлкенірек алсаңыздар да болады. Қамырымызды шетке алып қоямыз да, начинкамызды дайындаймыз. Начинкамызға творог, қант, жұмыртқа және крахмал қосып, блендердің көмегімен жақсылап тұрып еземіз. Салмамызды кондитерский мешокқа салып, видеодағыдай қамырымыздың үстінен салатын боламыз. Алдын ала қызып тұрған 180 градуста қызып тұрған духовкамызға 35-40 минутқа пісіріп алатын боламыз. Піскеннен кейін, әбден суығаннан кейін формадан алып, қалауларыңыз бойынша осылай сахарный пудрамен әсемдесеңіз болады. Қажетті ингредиенттердің граммдарын описанияға жазып кететін боламын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Мінекей осындай жұмсақ пирогымыз дайын, шай құйып, қонақ шақырып, шай ішсеңіз болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыз.